Достар, құпия сырлар арнасына қош келдіңіздер. Мен Данияр, 34 жастамын. Қостанай облысындағы Лисаковск маңындағы шағын ауылда тұрамын. Колхозда трактор айдаймын. Әйелім Айгүлмен 9 жылдан бері отасып келеміз. 2 ұлымыз бар. Үйіміз ескі болса да берекелі. Өмірім қарапайым еді. Жұмыс, отбасы, ауыл тіршілігі. Бірақ 2023 жылдың қазанынан бері жүрегімде жазылмас бір жара бар. Бұл сырды ешкімге ашып айтқан емеспін. Ағам Нұрбол менен әлде қайда үлкен. Соңғы жылдары денсаулығы сыр беріп, жиі шаршап, тұйықталып кетті. Жеңгем Гүлмира болса, мейірімді, көркем мінезді жан. Балалары бөлек шыққан, үйде екеуі ғана тұратын. Бір күні ағамның тракторы бұзылып, көмектесуге бардым. Кешке қарай ол ерте жатып қалды. Ас үйде жеңгем екеуміз шай үстінде ұзақ сөйлестік. Сол кеште ол жүрегіндегі мұңын ашты. Өзін жалғыз сезінетінін, әйел ретінде назар мен жылылық жетіспейтінін айтты. Даусы дірілдеп, көзіне жас келді. Мен үндемей тыңдап отырдым. Сол сәтте арадағы шекара әлсіреп кетті. Бір-бірімізге демеу боламыз деп жүріп, өзімізде байқамай қателікке жол бердік. Одан кейін жасырын кездесулер басталды. Әр жолы бұл соңғы рет деп өзімді тоқтатуға тырыстым. Бірақ әлсіздік жеңді. Ағама деген құрмет, отбасым алдындағы жауапкершілік пен ішкі сезім арпалысып жатты. 2024 жылдың жазында ағам бізді байқап қалды. Сол бір сәт бәрін өзгертті. Ол қатты күйзеліске түсті. Ауруханаға жатып қалды. Үйге шыққан соң бізбен сөйлеспей қойды. Әйелім де бәрін білді. Телефонындағы хаттарды оқып қойған екен. Үйде үлкен жанжал болды. Балалардың көзінше айқайласқан күндеріміз болды. Ақыры балалар үшін бірге қалдық. Бірақ арамыздағы сенім сөніп кетті. Қазір 2026 жылдың қаңтары. Ауылға сирек барамын. Ағам аман, бірақ суық. Жеңгеммен тек амандасып қана өтеміз. Ешқандай байланыста емеспіз. Түнде кейде өткенді ойлап ұйықтай алмаймын. 1,5 жылға созылған сол қарым-қатынас менің өмірімдегі ең күшті, бірақ ең қате кезең болды. Мен отбасымды да, ағамды да жараладым. Адам кейде бір сәттік сезімнің жетегінде кетіп, кейін оның салмағын өмір бойы арқалап өтеді екен. Мен үшін бұл өмірімнің ең ауыр сабағы еді. Арнамыздың жазылушылары, ешқашанда бұндай қателік жасамаңыздар.